Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Қалдарыңыз қалай? Бүгін тест талдау жұмыстарын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Әрі қарай бірінші сұрағымызда талдауды бастайық. Take up a hobby or sport means. Яғни start дегенмен сәйкес келеді. Екеуінің мағынасы бір. Яғни take up a hobby спортпен айналысу, хоббимен айналысу және немесе спортпен айналысу деген мағынаны білдіреді. Яғни бастау деген, start бастау деген мағынамен сәйкес келеді. The definition of the word: a person who understands how feel is sensitive болады. Яғни сезімтал. Келесі сұрақ: an abstract noun is formed from an adjective with suffix ity. Generous, generosity. Яғни бұл жерде абстрактілі зат есім дегеніміз generous, жомарт, ity жұрнағы жалғанып, жомарттық деген мағынаны білдіріп тұр. Яғни зат есімнен ity жұрнағы жалғанып, сын есім тудырып тұр. Сын есім жасалып тұр. Келесі сұрақ үшінші шарттар айлы сөйлем бойынша қойылған екен. If you had invited me, яғни had invited дегеніміз бұл жерде past perfect tense-тің формуласы. Яғни бағанқы сөйлем past perfect tense болғанда, басыңқы сөйлем would have және verb ed and verb 3, яғни етістің үшінші формуласы қолданылатын болады. Енді бұл жерде бізде could, would have, come деген вариант бізде дұрыс болады. Next question: an appropriate relative pronoun. There were at least 15 people in the seminar today. 6 of them болады, were teenagers. Келесі сұрақ: verb that means circumstance oblige you to do something. Яғни have to болады. Okay, next question. We use too much with uncountable nouns. Яғни too much дегеніміз саналмайтын зат есімдерде қолданылады. Ал too many with дегеніміз countable nouns, саналатын зат есімдерде қолданылады. To with adjectives, яғни сын есімдермен қолданылады. A correct completion of the conditional sentence. If she earned enough money. If-тан кейінгі етістікке қарасақ, яғни earned, яғни иде жұрнағы жалғанып тұр, past simple'да тұр. Сондықтан келесі бағыныңқы сөйлем бұл жерде would plus infinitive without to болады. Яғни бұл жерде would-тан кейін to предлогынсыз келіп тұрған вариант would travel. Келесі сұрақ: choose the conjunctions of result. Consequently. Next question: opposites, яғни қарама-қарсы сөйлемдерді табу керек. Convincing, сенімді, fast-paced, жылдам қарқынмен, яғни жылдам адамды айтады. Gripping, ұстау, imaginative, қиялшыл. Енді соған қарама-қарсы мағыналы сөздер: unbelievable, slow, dull, ordinary. Next question: the correct order of adverbs. Яғни үстеудің дұрыс орналасу ретін табу керек. He speaks 3 languages well. Яғни сөйлемнің соңында тұрғаны бұл жерде дұрыс вариант. Келесі сұрақ: the correct superlative form and adverb. Күшейтпелі шырайдың дұрыс формасын табу керек. Яғни күшейтпелі шырайда сын есімнің алдында the деген артикль қолданылады және сын есімге est жұрнағы жалғанады. Сондықтан дұрыс нұсқа the richest people speak to us the most деген вариант дұрыс болады. The next question: a positive idiom is on cloud 9. Яғни позитивті формадағы идиома бұл жерде on cloud 9. Оның мағынасы төбесі көкке бір елі жетпеу. Яғни қатты қуану деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ: choose the appropriate form of the future tense. By the end of the week, Аружан all of his pocket money. Яғни бұл жерде кілтті сөз by the end of the week. Future perfect tense'те қолданылатын мезгіл пысықтауыш сөздер. Және future perfect tense'тің жасалу формуласы
will plus have plus verb 3 or verb ed. Онда біздің дұрыс вариант will have sent. The next question, a true statement. Яғни дұрыс сөйлемді тап дейді. A plant-eating dinosaur was less than 10 meters tall. The next question, find the word true definition. Яғни сөзді анықтамалармен сәйкестендіру керек. All the actors in a film is cast. The next question, both stative and active verb use. Келесі сұрақ, fill in an appropriate indefinite pronoun. Did you buy anything болады? Organic from the farmer's market. Яғни сұраулы сөйлемде anything қолданылады. The next question, choose the correct definition of the word. A bus, яғни автобус сөзінің анықтамасын табу керек. A large road vehicle that carries passengers. Жолаушыларды таситын, яғни тасымалдайтын үлкен жол көлігі. Яғни бұл автобус. Transitive verbs sent. Келесі сұрақ, both деген сөзге кеп тоқталған екен, яғни both дегеніміз екеуде деген мағынаны білдіреді. Fleming and Tesla changes the world we live in. Fleming да Tesla да әлемді өзгертті, яғни өзіміздің тұратын тұрғылықты жерімізді, әлемді өзгертті дейді. Find the word to definition, сөздің анықтамаларымен табыңыз дейді. A written translation on the screen, яғни экрандағы жазбаша аударманы біз subtitle, яғни субтитр деп айтамыз. Models of possibility may, яғни мүмкіндікті, ықтималдылықты білдіретін модаль етістіктері бұл жерде may болады. Antarctica is a place where one can hardly notice agreed biodiversity. Models of deduction must and can't. An intolerant man is a person who doesn't accept other people's ideas. Adverb of time, now, яғни уақытты білдіретін үстеудің түрі now. Choose the sentence with participle one. Reading books will learn a lot of things. Яғни бұл жерде reading деген сөзіміз participle one болып тұр. Яғни кітап оқу бізге көп затты үйретеді дейді. Complete the sentence with a suitable phrasal verb. The way was blocked, so we had to turn back. Last question, choose the correct order of adjective. Яғни сын есімнің орналасу ретімен дұрыс орналасқан сөйлемді таңдаңыз. A stone old building. Келесі сабағымыз осы order of adjectives, яғни сын есімнің орналасу тәртібі бойынша грамматикалық түсіндірме сабақтарын салатын боламын. Арнадан алыстамаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. See you next time. Goodbye.